Сәлем достар, бүгінгі видеода анар білезік салатының рецептімен бөлісетін боламын. Бұл өте дәмді, тойымды және де мерекелік дастарханыңыздың сәнін келтіретін салат болып табылады. Міндетті түрде жасап көріңіздер және де каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарияға келесі видеода қандай рецепт салғанымды қалайсыз жаза кетіңіз. Видеоның астына описанияға салатқа қажетті заттарды жазып қойдым. Енді салат жасауға кірісеміз. Тауықтың етін жақсылап, ұсақтап турап аламыз. Қаласаңыз тауықтың төс етін қосуға да болады. Енді қайнатылған картопты үккіштен өткізіп аламыз. Жұмыртқаны міндетті түрде үккіштің ұсақ көзінен өткізіп алыңыз. Келесі кезекте сәбізімізді де үккіштің көмегімен ұсақтап аламыз.
Егерде уақытыңыз аз болса, блендердің көмегімен ұсақтап алуға да болады. Міне осылай ұсақтаймыз және де анарымызды үгітіп аламыз. Барлық қажетті қайнатылған қоспаларды осылай үккіштің көмегімен ұсақтап алдық. Енді салатты жинауға кірісеміз. Тарелканың ортасына осындай стаканды қойып, бірінші кезекте картобымызды салып шығамыз. Осылай картопты тегістеп болған соң үстіне кішкене тұз себеміз және де майонезімізді құйып шығамыз. Егерде шелектегі майонез болатын болса, кондитерский мешокқа құйып, осылай құйып шықсаңыздар болады. Енді майонезімізді осылай қасықтың көмегімен жағып шығамыз. Енді үстіне туралған тауық етін саламыз. Егерде тауықтың етін қайнатқан кезде тұз салып қайнатқан болсаңыз, бұның үстіне тұз себудің қажеті жоқ. Тегістеп алып, үстіне майонезді жағып шыға берсеңіздер болады. Майонезді осылай жақсылап құйып алып, оны қасықпен тегістеудің қажеті жоқ. Келесі үстіне жұмыртқаны салып, тегістеп аламыз. Енді жұмыртқаның да үстіне осылай майонез құйып шығамыз. Әр қабатына осылай майонез және тұз сеуіп отырыңыз. Енді үстіне ұсақталған грек жаңғағын сеуіп шығамыз. Үстіне майонез жағамыз және де қайнатылған сәбізімізді салып, тегістеп аламыз. Енді тұз сеуіп, үстіне майонез құйып аламыз. Оның үстіне үккіштен өткізілген қызылшамызды салып, жақсылап жан-жағын тегістеп аламыз. Тегістеп болған соң үстіне айналдырып майонез жағып аламыз. Оны қасықтың көмегімен әдемілеп видеодағыдай етіп жағып шығыңыз. Енді үгітілген анарды үстіне тегістеп жауып шығамыз. Салаттың шеттеріне де міндетті түрде анарды орналастырып шығыңыз. Сол кезде салатымыз әдемі білезікке ұқсап шығады. Анарды салып болған соң ортасындағы стаканды ақырындап абайлап алыңыз. Міне біздің анар білезік салатымыз дайын, өте әдемі болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода жұмыртқасыз, ұнсыз және де ең бастысы духовкасыз жасалатын, ауызда еритін керемет печеньенің рецептісімен бөлісетін боламын. Сондықтан каналыма тіркеліп, колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын!